Күнгей Алатаудың етегіндеміз. Қазір Қайыңдыға барамыз. Туристер көп па? Жазда көп па? Өте әдемі. Құрамында әртүрлі минералдар бар және изесковый осадка. Астына осы жерден қарасаңыз көрініп тұр. Көлсайға келе жатырмыз. Баршаңызға сәлем. Өткен шығарылымда мен Шарын шатқалын көрсеткен едім. Видеоны көрмегендер болса, арнаға кіріп тамашалауға болады. Ал мен одан әрі Қайыңды мен Көлсайға бет алдым. Күнгей Алатаудың етегіндеміз. Қазір Қайыңдыға барамыз. Ол үшін таудың басына көтерілу керек. Ал таудың басына шығудың үш амалы бар екен. Біреуі жаяу көтерілу, екіншісі ана жерден жалға ат алу, жылқымен тауға мініп түсу 6000 теңге. Үшінші амал бар, ол такси. Таксидің құны 500 теңге екен. Қазір командамен ақылдаса келе тауға шығатын кезде таксиді қолданамыз, түсетін кезде жылқыларды пайдаланамыз деп шештік. Такси осы. Бір кісі. Таксиден түскен соң, ары қарай тағы 10 минуттай жаяу жүреміз. Ауа райы керемет, күн ашық. Жолда дәретхана салынған екен. Шүкір, әзірге жолдан ешқандай қоқыс көрмедім. Тазалық сақталған. Табиғатты осылай бағалай білейікші. Міне Қайыңдыға да келіп жеттік. Вау! Өте әдемі. Судың түсі неге ерекше осындай? Ерекше өткенде құрамында әртүрлі минералдар бар және изесковый осадка. Астына осы жерден қарасаңыз көрініп тұр. Осадка бар, соның әсеріне осындай бирюзовый, жасылдау түсіп келеді. Балық бола ма мұнда? Балық бұрын болған, радужный форель деген балықтар, бірақ қазір көлде жоқ. Бірақ төменен қарай Қайыңды өзені бар, өзендерінде балық бар. Қазір атқа мініп төменге түсеміз. Нешеге дейін? Аяққа бірде кетеді, 12 жарым болған ғой. 12 жарым болды ма? Солай. Хоп, арғайын салам ғой. Gaz bağlı, traktör gelmedi. Al gittik. Qodurmağalı da көп болды.
кетеді стоп қазір. Селфи, видео. Хай! Hello! Молодец. Хаю. Міне, Митин Чакрабати. Ванеки. Кетра. Қайда жүрсің ата мекен, көкейіңде жатады екен. Күннің көзі ұясына қимай оны батады екен. Таудан түстік. Қазір өзеннен өтеміз. Қайыңдыға сапарымыз аяқталды. Енді Көлсайға қарай бет бұрамыз. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Hey, let's go! Чало! Көлсайға да келіп жеттік. Төменге қарай түсіп келе жатырмыз. Жақын болып көрінгенімен кәдімгі бірталай тереңде жатыр екен. Ең биікте орналасқан Тар деген кафеге келдік. Баспалдақпен. Биіктігі қанша этаж шамамен білмеймін. Бір 15 этаж шығар. Мына көрініс бүкіл қазақ даласының айнасы іспеттес. Достар, осымен саяхат аяқталды деуге болады. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Отандық туризмді бірге дамытайық.